Сыдық Сұлтанға. Өлең сөздің даңғылы, атақты шежіреші қазақ халқының ұлы ақыны, Жамбыл мұрасының жұртшылық әлі танып білмеген қыр-сыры көп. Жәкеңнің соңғы басылымдарынан аласталған Сыдық Сұлтанға атты шағын өлеңі соңғы рет ақынның 1946 жылы шыққан толық жинағында жарияланған болатын. Сол кітаптағы аталмыш өлеңге берілген түсініктемені толық келтірейік. Сыздық Кенесары баласы, орыстар Сыдық дейді. Атақты батыр, жауынгер. Орта Азияда патша үкіметіне, қандарға, Қытайға қарсы халықтық жаугершілікке күресін бастаған. Сыздықтың батырлығы жайында тамаша, бай, қазақтың халық әңгімелері, жырлары ел аузында өте көп таралған. Орыс тілінде Сыздықтың ағасы Ахметтің 1889 жылы Кенесары және Сыздық дейтін кітабы шықты. Орыс тілінде Сыздық жайында мақалалар көп жазылған. Орыс тілінде романда шыққан. 1880 жылдары Сыздық Жамбылмен кездесіп жолдас болған. 1889 жылдары Амангелдімен кездеседі. Сыздық 1910 жылы 71 жасында дүниеден өтеді. 1884 жылдар шамасында Сыздық Кенесары ұлы Қырғызға келген. Қырғыздар үй тігіп, мал сойып, құрметпен қарсы алған. Қырғыз қазақтан Орман ауылына 17 ақын жиналған. Солардың ішінде Жамбылда болған. Қырғыз ағайындар басында әкесінің кегін жоқтайды деп Сыздықтан қымсынса да, соңынан айласып сөйлескен. Сонда Сыздықтың айтқаны мынау еді депті Жамбыл халиға. Мен сендермен шабысқалы келгем жоқ, табысқалы келдім. Сен де туысқанымсың, жанасы үстінде әкемді өлтірдің деп кінә қояр жайым жоқ. Жалғыз-ақ тілегім әкемнің сүйегін бер, аталарыма қосайын, алтын жүзігін бер, қолыма салайын, сарғасқа ерін бер, астыма мінейін, бұйымтайым осақ еді дейді. Қырғыз ағайындар Кенесарының алтын жүзігі мен сарғасқа ерін береді де сүйегін тауып бере алмайды. 11 жыра деген жерде көмілген екен, білетін адам өліп қапты деп жауап береді. Хап болмас деп отырды да, Сыздық сарғасқа ердің қасын қанжармен қақ жарып чапты да, жіліншік алтындар алды. Әкемді өлтіруін білсеңдер де алтын алуды білмеген екенсіңдер, уақасы жоқ, бұйырған әсіп қой деп қалтасына салды дейді. Жамбыл Сыздыққа осы өлеңді сонда айтты. Осы Сыздықпен кездескені Жамбыл кейін үлкен ертегі қылып айтатын. Сыздық батырдың жалғыз көзді дәумен кездесіп, үңгірге қамалып, одан қалай құтылғаны жайлы ертегіні өте қызық етіп айтады. Өлең жазылып алынған әдеби хатшысы Қали Орманов. Сыздық Сұлтанға атты өлең Жамбылдың ұлылығын, оның халқының өткен күндерін, сол күндерді жасаған елеулі қайраткерлер туралы нақты ұғымы, өзіндік көзқарасы болғанын айғақтаса керек. Сәлем бердім алдияр, орын бердің қасыңнан, сен бір қалған көзедің Кенесары асылдан. Сыздық атың жайылды бұл өңірге жасыңнан, айбатыңды көргенде дұшпандарың бас ұрған, даңқыңды естіп жүрушем, шар тарапқа шашылған, ақ жүзіңді көрген соң енді мауқым басылған, ауылға жүр қонақ бол, атан алып ат мініп, ағайынға беріп қол, аттанарсың Сыдеке, ата жолы деген сол, арнап келіп алғаның, алтын жүзің сарғасқер, атаңыздың аруағын сыйлайды екен бір тайпел, екеуінің қалғаны 11 жыра деген жер, оны да айтты ағайын іштен шықты, қайғы шер, атаның не арманы, іздеп келіп артынан, бата қылса сізде ер. Жамбыл